Не мен артымнан келген қазан тазалап жатсың? Не, комиссия тексереді ғой? Қандай комиссия? Айтпақшы, мен келіндер бәйгесіне қатысайын деп жатырмын ғой. Сондықтан менің өнерімде, апаратын тамағымда, ыдысында мін болмау керек. Бұл үйге келіндер кубогының келмегелі қашан? Көреміз. Зияда қалайсыңдар? О, Айсара, жақсы қалайсың? Жақсы, шүкір, бәрі дұрыс. Қалай? Кешегі оқиғаны сан жаққа жүгіртіп жатсыңдар ма? Ауылдың әйелдеріне бір айлық азық болды ғой. Жаңалықтардан көрсетіп жатпассың енді? Айсара, сен де айтасың ау? Осы сен әңгімеледен басқа бізде тірлігім жоқ, Жарайды. Витаминсіз өмір сүре алмайтынымыз өтірік емес қой. Зияда өсек айтпайды дегенде өтірік емес. Жақсы, Қылышбек қайда? Өз не дейді? Бәсе, сөйлестім әрине. Неме екеу аяғыма жығылып, кешірім сұрап, малымды да, үйімді де саттам, үй алып берем дейді енем. Сатылатын үй болса айта жүрш, құлақ қағыс қылып, Айсара, ана Күлпаштың үйін неге алмайсыңдар? Көктемнен бері сатылмай тұр ғой. Зияда сөйт, әзіл дегеніңді қойш. Оның үй ешкімге керек емес, оны не қылам мен? Ескі, ремонты жоқ. Маған жібі түзу үй керек қой енді кішкене. Сосын сен свежий өсекті дұрыстап тарат. Мен тарадау дегенде барып көшеге шығамын, Жақсы. Примерно кешке дейін шықпай тұр, Уайымдама, Айсара, уайымдама. Жарайды, жақсы, аха. Меңдігүл, сәлем, қалайсыңдар? Айтпақшы, Айсара жаңа үй алайын деп жатыр. Естідіңдер ме? Алло, Валя, қалайсың? Жұмыстасың ба? Айсара, сен бе? Аха. Сен жұмысқа звондап тұрсың ғой? Не істеп жатсың? Кетейін деп жатырмын. Қасыма ауырып қапты. Жарайды, саған бөгет болмайын. Не ғой мен айтайын деген, қуанышты жаңалық айтайын дегем саған. Енем үй алып берем деді, бөлек шығарам деді. Кеше болған оқиғаға кешірім сұрап, ыңғайсызданып өзінен өз. Бір сөзбен айтқанда қоныс той болады. Келесіңдер енді. Мен Қасым атаны емдеп келгенше, қоныс той өтіп кетпейтін шығар. Менсіз өткізіп қоймаңдар. Ой, өлтіресің сенде, Текке күлесің, Валя. Бәрін мені көр алмайсыңдар. Айсаран қызғанасыңдар бәрін. Айсара, өзіңмен өзің тұтанбай қош. Қоныс тойда көріскенше, сау бол. Жарайды. Бәрі мазақ қылады ғой мен. Бір сөзіме сенбейді. Қалайсыздар? Асылым, сәлем. Қалың қалай? Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Бұлай ертелетіп жүрмеуші едің ғой. Сағат 8-де звондағанда таң қалдың саған. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық демекші. Осындай болып қалдық мөлдір. Гуля өзінде ме? Өзінде. Жоғары қайыр. Жақсы, рахмет. Асылым, не болып кеткенсің? Мына аяқтармен жер тырнағансың ба? Той после түсіріп алу керек еді, негізі. Енді аяқтайын деп тұрғанда есіме түскен қараш. Гүля, қойшы. Соншалықты не болыпты? Жай ет өсіп кеткен ғой.
Асылым, сен мынаның жай ғана ет өсіп кеткен дейсің ба? Мынау целая мясо комбинат қой. Білесің ба? Бұрында сенің аяқтарың қандай күшті, керемет еді. Енді күйеуге шықтың деп өзін тастап қою керек емес қой. Өзіңе қарап жүрмейсің ба баяғыдай? Не мен жүрмін ғой қыз сияқты болып. Қайта күннен күнге гүлденіп, құлпырып. Бәрі жақсы ғой. Қара аспанды төндіре бермеші. Қалай дейсің? Қара аспанды төндіре бермеш дейсің ба? Ауылға барып күшті сөз үйретіп алсың ба? Қайдан үйреніп аласың ана сөздер? Ол не деген вообще-то? Даже сөйлегендерінде өзгеріп кеткен ғой. Как будто басқа бір адаммен сөйлесіп жатқан сияқтымын қазір. Гүля, көп сөз, боқ сөз. Маған бір жерге бару керек. Тез бітіріп тастайықшы. Өтініш. Асым, сен есіңде ме? Баяғыда 4 сағаттап салоннан шықпайтын едің ғой. Болды, үйге қайта ғой деп әрең қайтарушы еді. Қайда асың жатырсың? Қане маған қарашы сен. Ужас! Ну, не болып кеткен түрің? Мына түріңе көшеңізден қазір таныстар көп қалса шок болады ғой. Даже сен танымай қалсаң өтіп кетеді ғой мына түріңмен. Қойшы, Гүля. Шын айтам. Өзімен солай жарасады. Осылай жүрген ыңғайлы маған. Да, нокаут деген осы екен ғой, ә? Гүля, өзің енең қалай? Менің енем жүр ғой, модница ғой ол жүрген. Кеше маникюр-педикюр қатырып, әдемілеп, прям массажбен жасап берген ғой. Сосын айтады, что-то маған свет онша ламай тұр деп қояды. Мен айтамын, сен енең сияқты болса ғой, ешкімге бір зияны жоқ, ауылдың апайлары сияқты қарапайым болса. Кайф қой. Вообще-то бөлек тұрған кайф қой негізі. Иә, менің енемнің ешкімге зияны жоқ. Сәлем, қалайсың? Айта бер. Сеттасың, демек талдың басындасың? Не, қаладасың? Қаладамын. Қашан қайтасың? Білмеймін. Бір апта, 2 апта, мүмкін 3 апта. Әзілсіз, шын айтшы, қашан қайтасың? Сен ше? Сен қашан қайтасың? Айттым ғой қашан қайтатынды. Қайта сұрасаң, тез келеді деп ойлайсың ба? Айтпақшы, маған бәрібір екен ғой. Өзің біл. Аслым, қайт үйге. Апам ренжиді. Ренжімейді апам. Гарантия. Ой, тұрмау, гарантияң қанша уақытқа? Қайт деп айту үшін звондадың ба маған? Болды, жарайды. Сау бол. Жауабын естідің ғой? Тоқташы. Сен мен сағындың ба? Жоқ. Басқа сұрағың бар ма? Ал мен сені сағындым. Сізге немен көмектесе алам? Саған не әкеліп берейін? Маған жазда киетін жүн шалбар алып кел. Қырсықпашы енді. Айтшы, әйтпесе сыйлықсыз қаласың. Мен жақын арада өз үйге түсем. Давай. Өз үйінесі.
Сәлеметсіз Гүлімхан апа. Кім іздедіңіз? Валя қайда? Қасым ата үйіне вызовқа кетті. Қасым? Оған не болды? Білмедім, ол жағын айтпады. Жарайды. Так, бәріне звондадым. Айттым. Сендердің маған істегендеріңді кешірмеймін мен. Сендерге бірақ бір мүмкіндік берем. Ақшаны қайдан тапсаңдар, оннан табыңдар. Маған үй алып бересіңдер. Алып бермейді екенсіңдер, мен кетем. Кетсең кете бер. Кететін болсаң қайтып келме. Менің соңғы айтар сөзім осы. Жансая. Қалайсыз апа? Сен бісің? Жақсы. Валя қайда? Қазір ғана кетті бұны. Қасымға не болды? Азап ауырып қалды. Жағдайы қазір қалай? Жағдайы жақсы қазір. Дұрыс болған екен. Қасымда сен боласың ғой? Ха, мен боламын. Жарайды онда. Сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай, апа? Бірдеңе болып қалды ма? Денсаулығыңыз жақсы ма? Кіріңіз, шай ішейік. Ұятсыз. Ұятсыз екенсің. Мен сені бауырыма басып, қызымдай көріп жүрсем, ал сен көргенсіз. Балқияның көзіне қалай қарап жүрсің? Досым деп, бір дастарханын дәм татып, сөйтсем, ішімізге кірген шұбар жылан екенсің ғой. Ертеңнен қалмай ауылдан кетті.